Баланы туғаннан 5 жасқа дейін патшаңдай сыйла, 5-тен 15-ке дейін құлыңдай жұмса, 15 жасынан бастап досыңдай сырлас деген дана халқымыз. Баланың тұлға болып қалыптасуына 4 фактор әсер етеді: ата-анасы, мектебі, қоршаған ортасы және қоғам. Таңғы асты бірге ішесіңдер ме? Оятасың, иә? Таңғы асын іше ме? Ішеді. Күні жұмыс Кешеде оятасың. Жетіде оятасың, иә? Сен мысалға кешеді. басын жуып 8-ге Өзі де солай жауап берді. Ата-анам оятты дейді, бірақ көбінесе ұйықтап қаламын дейді, оятқанына білмейді. Сосын қанша кешіксең де міндетті түрде басыңды жуып сосын келемін дейді. Кешігіп келеді дейді. әдемі, әзіл, той, әсем. Kemudian aku kerja. Ini sekarang aku yang sedang aman selama itu. Harus ada rasa campur sendiri. Aurlarına akışı, aynalasına diyebilirim. Бексұлтан мамасы, Бексұлтан телефонды қаншалықты көбірек ұстайды? Уақытын ата-ана қадағалайсыздар. Көбіне волейболда жүреді. Волейболда жүреді. Сосын үйге келгенде Қадағалай кішкене. 11-ден кейін 10-нан кейін тастайсың. 10-11-де сіздің жауабыңыз. Енді Бексұлтаннан сұраған болатынмын. Мен бұл тәрбиені вообще ұстамаймын деп жауап берді. Ерте жатамын деп сөйледі. Бірақ сабақ алып отырады. Мекемесінің жас ұрпақтың білімі мен қабілетін ашуға, бос уақытын мағыналы ұйымдастыруға, үздік жетістікке жетуіне атсалысқан еңбегіңіз үшін Нұрғазиева Фатима марапатталады. Назгүлдің мамасы 9 бітіріп кетейін деп отыр. Көп рахмет. Бұл да ата-ананың қолдауы деп білемін. Дәл осындай мәтінменен Тұрмағанбетова Венера апайымызды бұтақ шақырамыз. Венера апайымызға көп рахмет. Дәл осындай мәтінмен Сәуірбаева Жадыра апайымыз шақырамыз отыра. Ал тосын бақыттарыңызға ата-ананың қолдауы ағынын ашып тосын алып